Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін баклажанды сүйіп жейтін жандар үшін тёшин язык, яғни ененің тілі деп аталатын салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қыздар, ең бірінші баклажанымыздың сыртын ашудан бастаймыз. Баклажанның сыртында қабығы өте ащы дәм береді. Оның үстіне қуырылған кезде өте жағымсыз болып түрі көрінеді. Сол үшін баклажанның сыртын алдын ала тазартып аламыз. Тазартқан баклажандарымызды осы видеодағыдай етіп домалақ пішінде турап алыңыздар. Туралған баклажандарымызды таза ыдысымызға саламыз. Баклажанымыздың үстінен бір ас қасықта тұзымызды себеміз және де мұздай суымызды құямыз. Қыздар, бұлай жасауымыздың себебі баклажандағы дәндегі артықша ащы дәмдер шығып кету үшін осылай бастырып қоямыз. Алдын ала жуып тазалап қойған қып-қызыл помидорларымызды домалақ пішінде турап аламыз. Ыдысымызды газымызға қойып, өзімізге керекті майымызды құямыз. Майымыз қызғанша 2 жұмыртқаны жарып, сарысы мен ағы бір келкі болып араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Бір ыдысымызға сухари саламыз, яғни майдаланған панировочный сухари саламыз. 15 минут бойы тұзды суда тұрған баклажанымызды ең бірінші жұмыртқаға, сосын сухарийымызға батырып, қызып тұрған майда қуырамыз. Бір беті қып-қызыл алтын түске енгеннен кейін, екінші бетіне аударып, екінші бетінде қып-қызыл болғанша қуырамыз. Майын сырғытып, баклажандарымызды табамыздан аламыз. Ішіндегі салмасын дайындау үшін бізге майонез қажет болады. Майонезді саламыз. Оның үстінен майдалап туралған чесногымызды саламыз. Қыздар, егер чеснокты ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қоюға болады. Тек майонездің өзін пайдаланыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Жаңа қып-қызыл етіп қуырып алған баклажанымыздың бір бетіне майонезімізді жағамыз. Ортасына помидор салып, екінші бетіне де майонез жағылған баклажанымызды жабамыз. Әдемі көріну үшін көк шөптерге осылай батырып, дастарханға солай қойсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Мінекей сұлу қыздар, біздің тёшин язык, яғни ененің тілі деп аталатын салатымыз дайын болды. Баклажанды сүйіп жейтін жандар үшін өте керемет рецепт. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.